Ата! Meni ko'rdingiz be? Ботам-ау, не киіп алғансың? Бұл соттың киімі. Өскенде мен сот боламын. Сосын барлық қылмыскерлерді жазалаймын. Ботам-ау, сот болу үшін әділ болу керек екенін білесің бе? Әділ деген не ата? Әділ деген шын шешім қабылдау деген сөз. Кел, отыра ғой. Мен сендерге бір аяқ өткен заманда Қазбек би деген бабамыз болған. Би деген кім ата? Би деген сол заманның соты. Бір күні Қазбек би бабамызға екі әйел балаға таласып келген екен. Сосын Бияға. Бияға. Мына баланы есім білмеген кезде жоғалттым. Енді тауып алсам, менікі деп қоймай отыр. Қой айналайын. Балам өзімдікі. Өзім таптым. Сен жоғалттым, сен өзім таптым дейсің. Алайда екеуінде де куә жоқ. Ендеше мен мынандай шешімге келдім. Ақыры дәлелдей алмайды екенсіңдер. Онда мына баланы ортасынан қаққа бөліп, екеуіне де бөліп берейін. Ешкім де ренжімейді. Әділі сол болар. Дұрыс. Біреуге бүтін кеткенше өзімде қалсын. Шабамың десеңіз, шабыңыз. Қойбай, биеге кіммен қайда жүрсе де шаба көрмеңіз. Тірі жүрсін өтінем. Тұра ғой, қызым. Кәне, тұра ғой. Бала сенікі екен, қайда жүрсе де аман жүргенін қалап тұрсын. Ал сен бұлай елді алдағаныңды қоймасан, келесінде жазамды беремін. Бара ғой қызым қызына. міне ботам, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген. Әділ сот болу үшін алдымен ұраным болу керек. Иә ата, мен әлемдегі ең әділ сот боламын. Боласың ботам, боласың.